Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер өте дәмді әрі тез дайындалатын пирогтың түрін жасап көретін боламыз. Ол үшін керекті ингредиенттер ұн, сары май және бір жұмыртқа. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты қосамыз және сары майымызды үккіштен өткіземіз. Өткізген сары майымыз жабысып қалмау үшін ұнмен араластырып тұруымыз керек. Үккіштен сары майымызды өткізіп болғаннан кейін кішкене қант қосамыз да бәрін жақсылап араластырамыз. Достар, біздің сары майымыз міндетті түрде тоңазытқыштан шығуы тиіс. Жұмсақ сары май бізге жарамайды. Енді бәрін жақсылап араластырғаннан кейін қолымызбен крошки жасап бастаймыз. Крошки өте оңай жасалады, себебі біздің майымыз қатып тұрған май. Ол ұнмен араластырғанда жақсы болып крошки болып шығады. Крошканы осылай жақсылап жасап болғаннан кейін бір жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосқаннан кейін тағы да бәрін жақсылап араластыруымыз қажет. Араластырғанда сары майымыз жайлап ери бастайды. Сол кезде біздің песочный тестомыз пайда болады. Міне қараңыздар достар, бәрі бірігіп жатыр бір-бірімен. Достар, міне қамырымыз дайын болды. Бұл песочный тест ең оңай дайындалатын түрі. Енді протеинімізді аламыз, ішіне кішкене ұн сеуіп, тестімізді қолымызбен жая бастаймыз. Мен қолмен жайдым, сіздер өзіңізге ыңғайлы болу үшін оқтаумен жайып, сосын протеинге салсаңыздар болады. Міне қараңыздар, енді біздер начинка ретінде варенье қолданамыз. Сіз өзіңіз қалаған начинканы қолдансаңыздар болады. Енді пирогымызды 180 градуста қызып тұрған духовкаға 15-30 минут аралығында қоямыз. Міне қараңыздар, пирогымыз дайын болды. Қазір бірге кесіп қарайтын боламыз. Міне қараңыздар, оңай кесіліп жатыр. Міне қараңыздар, өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Бәріңізге сау болыңыздар.